калдым, алгыс хатымды бүтүрейин деп калдым. Так сосын шар алуу керек. Мен сени баары дайын экен го. Мага гүл алуу керек, торт алуу керек, алгыс хатым жазуум керек. Казір мамама звондойчу, качан келетин? Асылжан кеп калды ау. Жайлап чыга беребиз, а? Азыр свет өткүзөбүз, стол коябыз. Шар элебиз. Анактар отун дайындап койдум. Тамагын пишире берсем. Шар келдин да? Келдим. Көлше, onu da gelip sıraya vermiş idi. Asılca gelir mi? Ağına kutu var. Ya, tamam. Çatal ne canım? Tamam. Oturak ayaktayım. Tavuk geçişi. Бүгін аналар күні ғой, білесіңдер ма? Я, білеміз ғой. Соған бола дайындалып жүрміз ғой. Азан мен сабаққа бармай дайындалып отырып қой. Негізі біздің мама алтын ғой. Бізді азан мен сабақтан қалмасын деп оянады. Дәмді тамақ пісіріп береді. Жұрттан қалмасын деп көп нәрсе алып береді. Біздің мама алтын. Я, дұрыс айтасыңдар. Қарнымыз аш па, тоқ па біледі. Ауырып қалсақ дәрімізді алып береді. Анамыз алтын адам ғой. Өлі, тек қана мама емес, папа да ақша табады ғой. Жанар, сен айтпақшы анаңа не сыйлайын деп жатсың? Негізі жігіттер, мен азанда сабаққа мектепке баратын кезде анаммен ұрысып қалған едім. Мектепке баратын кезде телефон шұқалып отырамын ғой, қызығып кетіп, мама тұр, киіміңді ки деп ұрысып берген, соған бір-екі сөзбен ренжіп қалған едім, сөз айтамын. Содан кейін күні бойы көңіл жоғып жүрмін. Енді өзің кінәлі екенсің ғой? Сабаққа баратын уақытта телефон ойнап атқан емес, өзің бастапсың ғой осының бәрі. Сенде. Қойыңдар, неғып бәрін жабылып кеттіңдер. Сен ақыл айтпай-ақ қойшы. Құдай үшін. Жабылмамыз ба, жабылмаймыз да өзіміз білеміз. Түсінің ба? Бауырым, бағана не жатқан еді? Не деп атқан еді? Мамаларды сыйлап, аналарды сыйлап жатқан еді ғой. Бұған не қатысы бар? Ол да болашақ ана болады ғой. Сыйласайық, ол да қыз ғой. Біз аналарымыз қалай сыйлаймыз? Қыздарды да солай сыйлау керек қой. Жаңағыны өздерің айтып жатқан едіңдер ғой. Барып алмай. Жарайды. Бүгін аналар мейрам ғой, анаңмен достасып алмайсың ба сыйлық жасап? Досым, дұрыс айтасың. Анамызды әрқашан дұрыс. Кетік сыйлық жасап. Üç. Сабаққа баратын уақытта телефон ойнап атқан емес, өзің бастапсың ғой осының бәрі. Сен ақыл айтпай-ақ қойшы. Сен ақыл айтпай-ақ қойшы. Жалыным. Енді өзің
келсін ғой. 3 Жарас, сен папаңа несие өндіріп жатсың. Öyle tek qana mamayımız papada ақша тауып алды ғой. Негізі біздің мама айтын еді, бізді азарында сабақта қалмасын деп 3 Сен айтпай ақ қойшы. Ақылсыз.